Қайта оралды қазағыма бүгін дәстүрлер ай. Көптен күткен халқымыздың асығып арман еді ай. Берекелі қазақ жері ел берекелі, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бұл ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсаукесер сүндет той, ай шіркін ай. Құда түсіп сырға салу бет ажармай. Алты бақан аясында сұлу бойжеткен, қыз бозбала кең даланы әнімен етіп тербеткен. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Асқар таудай әкелер, ақ жаулықты аналар, жайсаң жанды ағаны дауға бермес жеңгелер, кейде дауға берсе де жауға бермес жеңгелер, аға жеңгелер, армысыздар. Төрт көзіңіз түптіген бүгін тойда бармысыздар. Мынау айтады ғой, той деген Құдайдың қазынасы деп, тойға сондықтан қубаста домалайды дейді. Мінекей бүгінгі тойда жұмысын қойып, тамақтан тойып, бұрын келіп дастархандан орын алған кісілер, тойларыңыз құтты болсын. Келген қадамдарыңызға ауанайын сөз бастайын думандатып, өлеңмен көркем сөзбен топты жарып, азырақ сөз айтайын тойыңызға, тыңдасаң көп әлеумет құлақ салып. Дәңгі жоқ шұқанаққа көй тұрғанда, аузымда ала құйын жел тұрғанда, бәріңізді нұрменен жырға бөлем, мінекей айқайлап, ысқырып, бәрекелді жан достамада жарайсыңыздар деп қойсаңыздар, бел будың бұл тойды бастамаққа ысқырып қойыңыздар. Жүздеріңізден көріп шаттық арайын, солай болсын әрбір таң арайын. Тойларыңыз құтты болсын арқалы, тойларыңыз құтты болсын ағайын. Аз емес арқалаған азабының, қасиетінен айналайын қазағымның. Қазақпыз қыз өсірген іңкәр қылып, қазақпыз ұл өсірген сұңқар қылып, қазақпыз құста салып ат жарысқан, бәйгі түскен жерлерде тұлпар мініп дегендей, мінекей қай қазақтың тойы болмасын, қандай қазақтың тойы болмасын, үлкендерсіз той, ашу рәсімсіз той басталмаған. Олай болса ол сәулеттің үлкенін, қариясын Ақтілек бұрышына шақыруға рұқсат етіңіздер. Есімін атап қойсақ, Нұрмахан ағамыз Ақтілек бұрышына келсеңіз, келіңіз, Ақтілектен ақтарып беріңіз. Бүгінгі тойдың ашу рәсімін жасап беріңіз. Доғыл шабалақ болсын ардақтайлары. Ассалаумағалейкум Нұрмахан аға. Племяншаңыздың бауы керек болсын. Ақтілек өзіңізден болсын. Айтқанын кесмеден алайын. Ал құда-құдағилар, жұмағым. Айналайын, мынау той құтты болсын бәріңізді. Ақталған ағарманның үміттері, жүретін жайсаң жаңы күліптегі, қаумалаған нағашылар аманбысың нағашылар, 18 жастағы деп қойшы дуғыл шапала құрып. Мінекей, нағашылардың ішінде керемет мынау әпкеміз, сіз маған ыстық көріп тұрсыз. Сізбен танысып қойсам бола ма? Сіздің есіміңіз кім? Ажат. Қыздың жасын сұрамайды дейді, қыздың жасы 18-де дейді. Десек те сіздің жасыңыз сұраса бола ма? Айттым демейді. Бойдақпын ғой сіздің өмірі қырындап, соңынан қамай жүрем. Мынау әпке қандайсыз, мақтай берсем таудайсыз. Өзіңізге қарасам, Бибігүл Төлегенова әншімізден аумайсыз деп дуғыл шапалағып қойыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізде керемет тамаша би болсын. Қабыл алыңыздар, нағашылардың биі. Әдемі тұрып биесіңіз. Әрбір айтқан сөзіңе көне қаламыз. Сені қалай өзгеден бөле жарамыз. Сендей дара нағашыны қайда табамыз? Сендей дара нағашыны қайда табамыз? Көңілі бақшанасың, өміріңе жанашыр, жалғыз өзің ғанасың, менің нағашым. Көкегім боп жанасың, көңілі боп тамасың, көңілді бір табасың. Ешқайда кетпей тұрыңыздаршы. Мынау бірінші столда, екінші столда, үшінші столда отырған кісілер әсем Ақтілектен айтып жатыр екен. Сол кісілерге әдемілеп бір дуғыл шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Мынау аға, бағанағы Ақтілекте бағана бір әпкеміз ұнап еді. Бұл Ақтілекте сіз менің көзімнен ыстық көріп тұрсыз. Сіздің есіміңізді сұрап танысса бола ма?
Есіміңіз кім? Болат па сіздің есіміңіз? Келін жасыңыз сұрасам бола ма? Ой, 25. Ой, сіз 24 жасарға ұқсап тұрсыз. Қол шабыла құрып қойыңыздаршы. Мынау құлын мен тай жарысады дейді. Осындайда ақ тілекпен сөз айтуға таласады дейді. Мынау ағамызға қарап тұрсаңыз, аға айып етпеңіз, басыңыздағы оюы бар шапкаңыз өзіңізге плотно шарасады. Қол шабыла құрып қойыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге керемет әсем би болсын. Сіздер мінеге бүгінгі той иелеріне әдемі сый болсын деп мінеге би рұқсат беріңіздер. Орындауында бір тамаша әсем әнді қабыл алыңыздар. Екі қолдарыңыз аста, екі құлақтарыңыз әсем әнде болсын. Ассалаумағалейкум ағайын, тойыңыз құтты болсын, той тойлы болсын. Осындағы барша келердің құрметіне қабыл алыңыздар. Отан суға түсті мен үшін, енді міне бағым